Қош көрдік ақ ниетті меймандар тойымызда. Қуаныш толы бүгін біздің бойымызда. Қос ғашық мәңгі көктем күйгенуде, қол ұстасып ақ отаулы үйгенуде. Ендеше тойшыл қауым, болғай менде назарыңыз. Думаннан жайнай берсін ажарыңыз. Осы әулеттің өмір жолын жырлайын, өлең жолын от басым арнайын. Қос тұратты әйгілі таудың баурайында, дала гүлі жайқалған маңайында, ағады боралдайым сарқыраған, күн нұры су бетінде жарқыраған. Елді мекен боралдайдың екі жағы, қоныс құрған жайсан жанды қазағы, ауылы теректі деген арғы жағы, жайқалған теректермен дала бағы. Қаратас атты елді мекен бергі жағы, жайлауында шапқылаған арғы мағы. Теректіде қанат жайды Әбілдаевтар әулеті, Сәмет әке Бибісара ана үлкен отау дәулеті. Өрелі ұл қыздарды тәрбиелеген, аялы алақанмен мәпелеген. Әпке мен ағалардың ортасында, иман мен ақыл толы санасында. Нұрбол атты ұл баласы тұяғы, Ақберді темір руының жаңа буынды тармағы, ер жеткен қамқорлықтың арқасында шежіресін жалғастырар ұрпағы. Сол заманда Қуанышбек атты әкенің, асыл текті Пернекүл атты шешенің, тарихы мол Қаратас атты жерінде, өнегелі қалың жұртты елінде, Өзбековтар әулетінің төрінде, Жаныс руының қыз перзенті өсіп өніп келеді, Гүлниса ру керім болып жетеді. Нұрбол жігітеді бітірген әрісті, сәті түсіп Гүлнисамен танысты. Саябақта қол ұстасқан қос ғашық, ақырында шаңырақта қауышты. 90 жылдың наурызы, тойға толды маңызды. Қол ұстасып қос ғашық, орындады отау құру парызды. Ағайын жұрт той басына жиналып, дүркіреген думан қылды аңызды. Енді міне аттанады Ресей жаққа сапарына, қосылуға әскеридің қатарына. Сезінген соң асыл жардан қолдауды, отағасы мақсат етті, еңбек етіп тынбауды. Табылған соң қызметінің өзегі, суығына ямалдың да төзеді. Мол еді сол жылдардың бастан өткен қызығы, сәби келді шаңыраққа, тәтті болар қылығы. Гүлсара деп атын қойды баланың, өссекен деп жайнап гүлдей даланың. Бақты мол жылдар өтті арада, өсіп қалды тұңғыш тәтті балада. Әкесі ұлды болуды арман еткен, сол күніде 5 жылдан соң келіп жеткен. Ұл келгенде молая түсті от басында береке. Нұрбол әке перзентінің атын қойды мереке. Әкесінің үміт еткен құлагері, шежіресін жалғастырар мұрагері. Сара қызы бейнелеу өнерін игерген, мерекеде шахмат ойынын қызығумен үйренген. Екі бала алды болды үздіктердің арасында, өсіп өнген ақыл толы санасында. Нұрбол әке мен Гүлниса ана өздері сондай мейірлі, ұялатқан жүректерге әппақ сүттей пейілді. Әр адамды құрметтеген адал жан, қосақ етіп Алла берген адал жар. жеткізу үшін
Аман есен баланы, болмайды ғой адал еңбек жаманы. 16 жыл игеруде әскери жасақ саланы, Нұрбол әке болған еді өзінің маманы. Жеңілдікпен алынбайды кейде өткел, атанадан өтті талай бейнеттер. Контракт бітіп, еңбек жолын аяқтап, Нұрбол әке атанады зейнеткер. Абыроймен оралады еліне, шым қаланың жасыл кілемді жеріне. Балалары білім алды қара көздің ортасында, отанның үздік білім ордасында. Ол қызы да ешбір жауға алдырмай, жоғары білім алды бастарын құрдал қылмай. Суретімен таң қалдырған шеберлі, сара қызы дизайнерге айналады өнерлі. Енді міне сарамызға кездеседі бақты, келді міне өз ошағын тұтататын уақыты. Атанасы ұшырады аялаған қолынан, тұрар жігіт қондырады әппақ сүттей жолынан. Ал құдаларды Аллам берген басына, айналдырған құдай емес досына, немере деген қызығы ортақ үйіне, қылығымен ендіретін қуанышты күйіне. Жиен немерелер аяла, еңілік пен арнары, нұрға толы періштедей жанары. Енді міне мерекеде ер жетеді өрелі, әулетінің болып туған сенері. Ер жігіттің алда талай белесі, жеткізетін өмір атты кемесі. Жарып шықты қатарының арасынан, айналады атана грантқа түскен баласынан. Ресейге аттанады білім іздеп талапкер, заңгер болып диплом алған мұрагер. Қырандай жігіттің бағы қалай кемісін, көретұғын еңбегінің жемісін. Жұмыс істеп адал нанын табады, сол қызметте адал жарында табады. Айжанар атты ару қызы кезікті, бір көргеннен жүрегінде ыстық отты сезіпті. Қырандай жігіт ұзап кетпей әр жаққа, ұсыныпты ару қызға махаббатпен жүзікті. Ару қызды келін қылды шаңыраққа, қуанышты хабар тарап жан жаққа. Бұл хабарды естігенде ағайын, қызметімен ата-ананың жайқалтады маңайын. Сол бақытты қызықтауға асырға, тілекші жұрты келіп отыр қасына. Ақ тілегін батаменен ақтарып, жиналды міне ақ дастархан басына. О, халайық, арманы орындалды ата-ананың, қосағы табылған соң ұл баланың. Айжанар келіндері өзі сондай ибалы, жүрегіне ұялаған иманы. Тәубетеміз берген күнді жаратқанға, басымызға үлкен бақты дартқанға. Туған туыс, дос жарандар ақ тілекті арнасын, ақ отауға бақыт құсы мәңгілікке орнасын. Жиналдыңыз бүгін тойға асыл жандар, мейірімін төгіп ақ жүрекпен ашылғандар. Сүйінші дастарханды қабыл алғай, сіздерге дән ризамыз ақ тілекпен шашылғандар.